Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әнуар Салима. Бұл бізде ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінен үй жұмысы. Тақырып мобильді технологиялар. Біріншіден, мобильді технологиялар дегеніміз не? Мобильді технологиялар болар бізде ақпаратты алмасу, байланыс және есептеу қызметтерін жылдам әрі ыңғайлы пайдалануға мүмкіндік беретін сымсыз құрылғылар мен жүйелердің жиынтығы. Бұл смартфондар, планшеттер, сымсыз интернеттер, мобильді қосымшалар және түрлі интернет желілері қамтитын, желілік технологияларды қамтитын жүйелердің жиынтығы болып табылады. Келесі бізде бұл мобильді технологиялар неліктен маңызды? Мобильді технологиялардың маңыздылығы бұлар бізде жылдам байланыс, яғни әлемнің кез келген нүктесінен адамдармен лезде байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Келесі бізде қолжетімділік, бұл бізде интернетке кіру, ақпарат алу, жұмыс істеу және білім алу мүмкіндігін кеңейтеді. Экономикаға әсері, кәсіпкерлік, онлайн сауда, мобильді банкинг сияқты салалардың дамуына ықпал етеді. Білім мен денсаулық сақтау, онлайн курстар, телемедицина арқылы қолжетімді білім мен медициналық қызметтерді ұсынады. Күнделікті өмірді жеңілдету, яғни навигация, ақылды үйлер, мобильді төлемдер сияқты функциялар арқылы өмір сапасын жақсартады. Келесі бізде мобильді технологиялардың даму тарихы. Даму тарихын біз 3 кезеңге бөліп алдық. Бірінші, алғашқы кезең, бұл алғашқы мобильді құрылғылар 70-ші жылдан 2000-ші жылдар аралығын қамтиды. Ең алғаш 1970 жылы Motorola компаниясының инженері Мартин Купер алғашқы мобильді телефонмен қоңырау шалды. Бұл Motorola Dynatac 8-ның X моделі болды. Келесі 1980 жылдар мобильді телефондар ірі әрі қымбат құрылғылар ретінде танымал болды. Nokia, Motorola секілді компаниялар алғашқы нарыққа шыға бастады. 1990 жылдары GSM стандарттарының енгізілуімен мобильді байланыс кеңінен тарала басталды. Осы уақыттағы танымал құрылғылар бізде Nokia 3210, Motorola, StarTAC секілді құрылғылар болды. 2000 жылдары мобильді құрылғылар кішігірім әрі функционалды бола бастады. Хабарлама және алғашқы интернет байланысы қосылды. Екінші кезең бізде смартфон дәуірі 2000 жылдар мен 2010 жылдар аралығын қамтиды. 2000 жылдары жаңағы айтып кеткеніміздей смартфондардың даму қарқынды жүрді. 2003 жылы BlackBerry корпоративті секторында кеңінен таралды. 2007 жылы Apple iPhone таныстырылды. Ол сенсорлық экран мен қосымшалар дүкенін ұсынды. 2008 жылы Google Android операциялық жүйесін іске қосты. Бұл ашық платформа ретінде көптеген құрылғыларға бейімделді. 2010 жылы смартфондар жоғары жылдамдықпен интернетке қосылып, қолданушыларға түрлі мүмкіндіктерін бере бастады. Қазіргі заман және болашақ, яғни қазіргі 2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін, яғни 2025 жыл аралықтарын айта аламыз. 2010 жылдары бізде 4G интернеттері жылдам байланыс орнатуға мүмкіндік берді, ал мобильді қосымшалар күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналды. 2019-2024 жылдары, яғни қазіргі уақытқа дейін бізде 5G технологиясы енгізіліп, деректер тез жіберуге мүмкіндік беріп отыр. Қазіргі уақыттағы жаңа трендтерге тоқталсақ, бұлар бізде жиналмалы смартфондар, жасанды интеллектпен жабдықталған құрылғылар, мобильді төлемдер мен қосымшалар арқылы басқарылатын ақылды экожүйелер. Келесі бізде мобильді технологиялардың негізгі түрлері. Біріншісі бізде ұялы байланыс желілері, яғни 2G желісі бізде 91 жылы алғаш пайда болды, және бұл бізде алғашқы сандық байланыс жүйе болды, және SMS және ұялы интернеттің алғашқы моделі. 3G бұл біз 2001 жылы жарыққа шыға бастады, яғни қолданысқа енгізіле бастады. Бұл 2G-ге қарағанда жылдам интернет, бейне қоңырау және мультимедиялық қызметтерді қолжетімді ете алды. 4G байланыс желісі бұл бізде 2009 жылы қолданысқа енгізілді. Жоғары жылдамдықты интернет, HD бейне қоңыраулар, ағынды бейне қызметтері кеңінен дамуына ықпал етті. 5G бұл бізде 2019 жылдан бастап
қолданысқа енгізілуде өте жоғары жылдамдық, төмен кідіріс, жасанды интеллект пен IoT, яғни заттар интернеті құрылғыларына жаңа мүмкіндіктер ашуда. Келесі бізде екіншісі мобильді құрылғылар, яғни смартфондар, планшеттер, ақылды сағаттар. Жалпы смартфондардың не екенін барлығымыз білеміз. Бұл біздің күнделікті өмірде қолданылатын құрылғыларымыз, планшеттер және ақылды сағаттар. Келесі бізде мобильді қосымшалар мен экожүйелер, яғни біріншіден бізде әлеуметтік желілер, яғни байланыс, ақпарат алмасу, бизнес жүргізу құралдары, мысал ретінде Instagram, TikTok, Facebook сынды әлеуметтік желілерді қарастырсақ болады. Мессенджерлер бізде бұлар хабар алмасу, бейне қоңырау және дауыстық хабарламалар жіберуге көмектесетін мобильді қосымшалар, яғни WhatsApp, Telegram сынды қосымшаларды айта аламыз. Ойын және мультмедиа, көңіл көтеру, фильмдер мен музыка тыңдау платформалары. Бұған бізде мобильді қосымшалар ретінде YouTube, Netflix және Spotify-ды немесе басқа да осы көңіл көтеруге арналған платформаларды жатқыза аламыз. Келесі бізде ақылды экожүйелер, яғни ақылды үйлерді немесе Apple, Google, Samsung компанияларының қазіргі уақытта шығарып жатқан қосымшаларын жатқызуға болады. Келесі бізде мобильді технологиялардың қоғамға әсері. Қазіргі заманда мобильді технологиялар қоғам өмірінің барлық саласына еніп, адамдардың жұмыс істеуіне, сауда жасауына, оқуына, тіпті денсаулығына дейін айтарлықтай өзгерістер енгізіп жатыр. Біріншіден, бұл бізде білім саласын қарастырсақ, яғни онлайн курстар, мобильді оқу платформалары, электронды кітаптар, аудио кітаптар мен білім беру қосымшалары және қашықтан оқыту университеттер мен мектептердің онлайн платформалары. Яғни біз барлығымыз мектепте қолданған күнделік кезетте осы мобильді технологиялардың бір қоғамға әсер болып табылады. Келесі бізде денсаулық сақтау саласында, яғни телемедицина, яғни дәрігермен онлайн кеңес алу және диагноз қою. Денсаулық бақылау құрылғылары, яғни ақылды сағаттар, фитнес білезіктерін жатқызуға болады. Мобильді денсаулық қосымшалары, дәрі-дәрмек қабылдауды еске салу, денсаулық көрсеткіштерін бақылауға арналған қосымшаларды жатқыза аламыз. Мысал ретінде Дамумед қосымшасын айтсақ болады. Экономика және бизнес, онлайн сауда, яғни Каспи, Халық, немесе BBC, AliExpress, Wildberries, Amazon сынды қосымшаларды айта аламыз. Цифрлық төлем жүйелері, яғни Каспи Pay, Apple Pay, Google Pay барлығымыз күнделікті өмірде қолданамыз. Қашықтан жұмыс істеу және онлайн конференциялар, яғни Google Meet, Zoom немесе Microsoft Teams'ті біз осы экономика және бизнеске тигізген әсеріне жатқыза аламыз. Келесі бізде мобильді технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталсақ, бірінші артықшылықтары, ол біріншіден қолжетімділік, яғни әлемнің кез келген нүктесіне байланыс орнату мүмкіндігі бар. Келесі білім алу мүмкіндіктері, яғни онлайн курстар, мобильді кітапханалар, аудио кітаптар, бір жерге бару мүмкіндігіміз болмаған жағдайда онлайн түрде білім алу мүмкіндігі. Жұмыс пен бизнестегі тиімділік, яғни қашықтықтан жұмыс істеу, цифрлық төлемдер, маркетинг құралдары. Жылдам ақпарат алмасу, яғни әлеуметтік желілерде, жаңалықтар порталдарында немесе түрлі хабар алмасу платформаларында жүзеге асатын жылдам ақпарат алмасу. Денсаулық пен спорт, яғни денсаулық көрсеткіштерін бақылау құрылғылары, онлайн кеңестер алатын қосымшаларды жасауға болады. Бізде және кемшіліктері, бұл бізде біріншіден технологияға тәуелділік, яғни шамадан тыс экран уақыты, гаджеттерге тәуелділік, бұл бізде әлеуметтік оқшаулануға алып келетіні анық, яғни жанды қарым-қатынастың азаюы, адамдар бір-бірімен тілдесуінің азаюы және виртуалды әлемге тәуелділік бұл мобильді технологиялардың кемшілігі болып табылады.
құпиялық пен қауіпсіздік мәселелері, яғни деректердің қорғалмауы. Бұл мобильдік технологиялар қаншалықты дамыған сайын бізде ақпараттар көбейеді, жалған ақпараттардың шығуы көбейеді деген сияқты, немесе кибершабуылдардың қаупін айта аламыз. Келесі бізде қымбат құрылғылар мен қызметтер, яғни жоғары бағалар, үнемі жаңарту қажеттілігі. Мобильді технологиялар қазіргі уақытта барлық жерде, барлық адамда бар. Яғни олар үнемі бір-бірімен бәсекелестік деңгейде артып келе жатқандықтан олардың жаңаруы өте жиі болып келе жатыр. Ары қарай жалғастырсақ, бізде келесі осы мобильді технологиялардың қоғамға ықпалы. Біз айтып кеткендей, экономикалық дамуы, яғни бизнес процестерін оңтайландыру, жаңа жұмыс орындарының пайда болуы, яғни жұмыссыздықты азайтуға септігін тигізеді. Білімге қолжетімділік, бұл бізде әлемнің түкпірінен оқу мүмкіндігі. Тіпті қазір сіз үйіңізде отырып, Гарвардтан немесе Оксфордтан, яғни онлайн түрде оқып сертификат ала аласыз. Денсаулыққа әсері, яғни дәрігерлермен қашықтықтан кеңесу, денсаулықты бақылау, әлеуметтік өзгерістер, адамдардың қарым-қатынас үлгілерінің өзгеруі, жаңа технологияларға бейімделу. Мобильді технологиялар қоғамға айтарлықтай өзгерістер әкеліп, өміріміздің ажырамас бөлігіне айналуда. Дегенмен оның оң және теріс жақтарын ескере отырып, технологияны тиімді әрі қауіпсіз пайдалануға ұмтылу қажет. Егер біз дәріні де тым көп мөлшерден ішетін болсақ, ол уға айналатыны сөзсіз. Сол сияқты осы мобильді технологияларды да шектен тыс пайдаланбаған жөн. Келесі бізде мобильді технологиялардың болашағы. Бұл бізде 5G және байланыс жүйелерінің эволюциясы, яғни 5G технологиясы бұл бізде 2019 жылдан бастап қолданысқа енгенін алдында айтып кеттік. Жоғары жылдамдықтағы интернет, төмен кідіріс уақыты, кең ауқымды құрылғылар байланысы, интернеттің жаһандық қолжетімді, яғни SpaceX, Starlink және басқа да спутниктік интернет жобалары, жасанды интеллект пен мобильді құрылғылар интеграциясы, ақылды ассистенттер, деректерді жылдам өңдеу, бұл бізде мобильді технологиялардың болашағы болып табылады. Келесі смартфондар мен құрылғылардың эволюциясы. Елмелі смартфондар немесе бүктемелі дейміз. Бізде Samsung Galaxy Z Fold немесе Huawei Mate X сынды жаңа буын құрылғылары қазіргі уақытта танымал бола түсуде. Ұзақ мерзімді батареялар, яғни жылдам қуаттау, энергияны үнемдеу технологиялар, яғни ұзақ уақытқа батареялардың жетуі немесе тез қуатталуы қазіргі уақытта танымалдылыққа ие. Нейроинтерфейстер, яғни құрылғыларды ой күшімен басқару мүмкіндігі. Келесі смарт қоғам және технологиялық трансформация. Бұл бізде біріншіден ақылды қалалар, яғни smart cities, көлік, инфрақұрылым, қауіпсіздік жүйелерін автоматтандыру. Немесе келесі цифрлық экономика, бұл криптовалюта, блокчейн технологиялар, толықтай онлайн сауда, кеңейтілген және виртуалдық шындық немесе AR, VR деп атаймыз. Білім беру, медицина, ойын-сауық индустриясында жаңа мүмкіндіктер берері сөзсіз. Мобильді технологиялардың болашағын шексіз, смарт құрылғылар мен интернеттің дамуы адам өмірін жеңілдетіп, жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл өзгерістерге дайын болу бізде заман талабы болып табылады. Деп осы сабақты қорытындыласақ, сабақтың келесі бөлімі біздің YouTube арнамызға салынатын болады. Қош сау болыңыздар. Келесі сабақ